Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыз патшаның қызы неге бақытсыз деп аталады. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріп, қолынан келгенше оларды ештеңеден қақпай, қалағандарын жасап, айтқандарын екі етпеуге тырысады екен. Дегенмен де екі қыз өсе келе мінездері өзгере бастапты. Бір күні білімді бір адам патшаға қонаққа келіпті. Патшаның қайғылы түрін көріп, себебін сұрайды. Сонда патша: сұрама, күлмейтін бір қызым бар, дертін ешкім білмейді дейді. Сол кезде жаңағы қонақ: патшам, рұқсат етсеңіз, сарайыңызға қонақ болайын, мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін табармын дейді. Сол кезде патша қуана-қуана рұқсат етеді. Сол күннен бастап әлгі саяхатшы қонақ екі қызды патша рұқсатымен жасырын аңди бастайды. Қараса, екі қыз түнде жатар алдында жастықтарының астына бір дәптер шығарып, бір нәрселер жазып, таңертең жазғандарын оқып, орнынан тұрады екен. Бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін әлгі қонақ дәптерлерін алып оқыса, кіші қыз өзіне жасалған жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазады екен. Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсат алып, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. Таң атысымен патшаның үлкен қызы жастықтың астынан дәптерді алып оқиды. Сарайдағылар екеуіне де бірдей қарағандықтан ол дәптерде жазылғандарды жатырқамапты. Өзіне жасалған жақсылықтар есіне түсісімен жүзі жадырап, қуанғаннан ән сала бастапты. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп, өз құлағынан көзіне өзі сенбепті. Бірден саяхатшыны шақырып, бұны қалай жүзеге асырғанын сұрайды. Сол кезде саяхатшы: патшам, өмір айна сияқты. Оның жақсы жақтарын ойласақ, бізге әдемі көрінеді. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің жаман жақтарын ойлағаны үшін бақытсыз болған деп жауап береді. Сол кезде патша үлкен қызын шақырып, оған енді дәптеріне тек жақсылықтарды ғана жазуға кеңес берді. Сол күннен бастап патшаның екі қызы да бақытты өмір сүрді.